Сәлем қыздар. Егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен өз шығарылымдарымда өзімнің бар білген тоқыма өнер жайлы өзімнің бар білгендеріммен сіздермен бөліспекпін. Бүгінгі шығарылымда мен сіздерге итальяндық шалым түрін айтпақпын. Жалпы итальяндық шалым түрі мен классикалық шалым түрінің айырмашылығы неде? Классикалық шалым түрі неге екі сымды аласыз, қолыңызға жіпті іле бересіз. Бұл біздерде классикалық шалым түрі деп аталады. Неге қараңыздар, бізде классикалық шалым түрінде бір сызықпен оң жағы көрініп тұрады, екінші жағында мінекей теріс жағы былай болып көрініп тұрады. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Барлығы да. Мынау келесі жібім менің қолымдағы. Бұл менде итальяндық набор түрімен алғаным. Неге? Бір жағынан бұнда резинканы өте керемет ұстайды. Неге? Оң жағы оң, теріс жағы теріс болып көрініп тұр. Сіздерге анық көрініп тұр деп ойлаймын. Екеуінің айырмашылығы мінекей. Мұнда классикалықта, мұнда итальяндықты. Жалпы итальяндық шалым түрі маған несімен ұнайды. Жалпы магазинде дайын түрде аламыз ғой біздер киімдерді. Сол уақытта тап осындай өте әдемі көмкерілген. Итальяндық наборда, итальяндық шалымда біздер тек қана сымның бір ғана бөлігін аламыз. Егер де кішкене сымым столдың үстіне тықырласа, айып етпеңіздер. Тек кішкентай ғана бөлігін алдық. Алып тастайын. Содан соң бас бармақпен балаң үйрекке бірінші саусақпен екінші саусаққа жіпті іліп алдым. Балаң үйрекке мінекей кішкентай жағын ілдім. Бас бармаққа негізгі жіпті ілдім. Қолымдағы сым үштік сым қыздар. Содан соң жіпті сымды мына жағынан алмайсыздар. Неге мына жағынан аласыздар. Бұрайсыз. Неге қараңыз. Қайталап көрсетем. Енді өте мұқият болыңыздар. Мен сіздер үшін қазір тек қана мына сымды жүргізем. Неге? Сұқ саусақтағы негізгі жіптің астынан қозғаймыз да екінші саусақтағы жіптің үстінен аламыз. Неге? Екінші жіп кетті. Енді екінші саусақтың жібінің астыңғы жағынан аламыз. Сол арқылы бас бармақтағы жіпті шалып аламыз. Үшінші жіп кетті. Тағы да бас бармақтағы негізгі жіптің астың қараңыздар, тағы да жайымен көрсетем. Шалдық. Екінші саусақтағы жіптің үстінен аламыз. Тағы да қараңыздар, ешқандай да қиындығы жоқ. Өзіңіз неше жіпті іліп аласыз, соған шейін межелі жіпке дейін өзіңіз. Так. Сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Сіздерге түсініксіз болса, комментарийді айта кетіңіздер. Неге
сіздерге үлгі ретінде көрсеткен түсінікті болар деп ойлаймын. Содан кішкене жіпті былай айналдырып жіберіңіз, себебі бұны бекітіп тұратын жіп болмағандықтан. Енді екінші жағын айналдырамыз. Екінші жағын айналдырдық. Содан соң бірінші жіпті бос қана шалып аламыз. Жай ғана бос алдық. Содан соң итальяндық шалымның бір ерекшелігі сіздерге қазір сап көрсетіп жіберемін фокусын. Мінекей, бірінші шалымда оң әдісі көрініп тұрады. Мінекей, оң ілу көрініп тұр. Өзіңіз білесіз, жалпы мен сіздерге қазір тек қана бір оң бір теріс түрін көрсетпекпін. Екіншісі уже теріс көрініп тұр. Сіздерге байқадыңыздар ма? Мүмкін өзіңіз қарайсыз. 2-де 2 әдісімен тоқуыңызға болады. 3-те 3 әдісімен тоқуыңызға болады да резинканы. 2-де 3 резинкасы. Өзіңіз қалай қарайсыз, солай тоқи бересіздер. Мінекей, бір оң бір теріс әдісі. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жиегіміз шығып келе жатыр. Мінекей, екінші ойға да жеттік. Онда да осылай оңның үстіне оң, терістің үстіне теріс болып тоқи бересіз. Резинка қалай әдемі шығып келе жатыр. Жиырылып, резинка жиналып кетір. Мінекей, қараңыздар, тап мынау болып шықты. Резинка ұстағанда резинка әдісін, резинканы өте керемет алады. Немесе қазір мен сіздерге Cotton Gold твит алезде тоққан жерімді көрсетейін. Тоже бас киімдікі, мінекей, резинка әдісі өте керемет ұстап тұр. Бұл итальяндық наборды тұр. Мінекей, 2-де 2, амында классикалық әдісте қараңыздар қыздар. Ондай тартылып тұрған жоқ. Резинка әдісі тартылып тұрған жоқ. Сонымен қыздар, өздеріңіз қарайсыздар, қай жіппен шалу түрін өзіңіз таңдайсыз. Жалпы мен сіздерге көрсеттім өзімнің білгендерімді. Сонымен егер сіздерге шығарылым ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арнама жазылуды ұмытпаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өзімнің бар білгенімді бөлісуде өте қуаныштымын. Менің көрермендерімнің көбейгеніне қуаныштымын. Сонымен сау болыңыздар. Пока-пока.